Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, саламатсыздар ма? Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз. Мен Сағатбек Жаңақорған ауылдық округінің әкімінің бас маманы Сағатбек Мырзайдынұлы. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес жолдаған әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі мемлекеттік мекемесі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шақырылатын эмиссия нормативтік жобасы қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шара жоспары әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдық бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдауларды өткізуде. Қоғамдық ақпарат Моңғолия облыстық газетіне және Жамбыл телеарнасына берілген хабарландырулар арқылы жеткізіледі. Сондай-ақ хабарландыру тақталарына Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасының интернет ресурстарына орналасқан. Қоғамдық тыңдаушыларға жергілікті атқарушы органдарының өкілдері мен мүдделеріне жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдау өткізу қағидатының 22-ші тармағына сәйкес залда аудио-видеожазба жүргізіледі. Баяндама жоба әзірлеуші Қазэкопромстрой ЖС. Қоғамдық тыңдаушылардың қатысушыны таңдауға қатысушылардың арасында ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Қатысушы ретінде келесі кандидатураны ұсынады. Қазэкопромстрой ЖС-ның басшысы Амзекулов Алмаз Момынханұлына сайлауға қарсылықтарыңыз бар ма, жоқ па? Жоқ. Дауыс береміз. Дауыс бергендеріңізді қолдарыңызды көтеріп болсаңыздар. Бәрі ауыздан қолдап, қарсылық жоқ қой сіздерде. Ендігі сөз кезегі сіздердің дауыстарыңыз арқылы Әзімқұлов Алмаз Момынханұлына беріледі. Аға өзіңіз. Саламатсыздар, құрметті ауыл тұрғындары. Шу ауданы жаңа Қоғам ауылдық округінің Көктөбе ауыл тұрғындары. Біздің келуге қоғамдық тыңдау өткізу себебіміз 25 жыл декабрьде қатты қалдықтар полигоны уақытша кетті жаңағы комиссиясы. Соған біз жоба жасап жатырмыз. Сол жобаның аясында сіздерге қоғамдық тыңдау өткізіп жатырмыз. Және де Шу аудандық ЖКХ тапсырыс беруші Шу аудандық ЖКХ бөлімі. Одан кейін сіздердің қатты қалдықтар полигоны Көктөбе ауылының оңтүстік батысына қарай 1000 метр жерде орналасқан. Сол полигон бойынша кәсіпорын полигонның қысқаша сипаттамасына келсек, ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісіне келесі жұмыс түрлері орындалатын болады. Қатты тұрмыстық қалдықтар шығару бойынша жұмыстарды орындау, кезінде қабылдау, сақтау және одан ары оқшаулау деген сияқты жұмыстар жүргізілуі керек. Және де ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде экологиялық құрылымдар кешеніне қамтамасыз етілген және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға және көмуге арналған қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған үйіндісі атмосфераның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануынан қорғауды қамтамасыз етеді. Кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру қоздырғыштардың таралуын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде қатты тұрмыстық қалдықтарды нығыздау арқылы жүзеге асырылады. Бұл құрылымның бірлігіне қалдықтардың жүктемесін арттырады. Жерді үнемді пайдалануды қамтамасыз етеді. Және де мынау полигонның рұқсатын алу кезінде полигонға ықпал ететін атмосфералық әсерлер қатты қалдық полигонында барлығы
9 ауған бастауыш көздері бар. Оның ішінде біреу ұйымдастырылған және 8 ұйымдастырылған көздер орналасқан. Бастауыш заттардың шығындары 13 ингредиенттен тұрады. Нормативті шартты шығындылар жобасына сәйкес жалпы шығындылар жылына 12,346 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 10,014 тонна, газ тәріздес сұйық заттар 2,33 тоннаны құрайды. Бұл жоба 2035 жылға дейін. Әр жылға жаңағы адам санының өсуіне байланысты методикамен есептелінген. Мысалы 26 жылға 12,34 тонна, 27 жылға 12,64, 28 жылға 12,94, 29 жылға 13,26, 30 жылға 13,58, 31 жылға 13,91, 32 жылға 14,26, 33 жылға 14,61, 34 жылға 14,97, 35 жылға 15,35 тоннаны құрайды. Және де тағы да тұрмыстық қалдықтарды басқару бағдарламасы бойынша 1326 жылға 1328,6,227, 27 жылға 1368,48, 28 жылға 1409,53, 29 жылға 1451,82, 30 жылға 1495,37, 31 жылға 1540,23, 32 жылға 1586,44,50, 2033 жылға 1634,03, 2034-ке 1683,05, 35 жылға 1733,55. Және де осы қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар жүргізу жоспары бойынша қоршаған ортаға әсер ету мониторингтерді жүргізу, көшеттерді отырғызу және оларға күтім жасау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру деген сияқты жұмыстар, жабдықтарды жөндеу кезінде көлік құралдарының жанар-жағар майдың төгілуін болдырмау, экологиялық ағарту және насихаттар, экологиялық басылымдарға жазылу деген сияқты, табиғатты қорғау акциялары, жарыстар, сенбілік күндерді өткізуді қамтамасыз ету, жабдықтарды жөндеу және көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағар май және де басқа да майлардың, зиянды майлардың төгілуін болдырмау бойынша бұл жобалар әзірленді. Егер де сұрақтарыңыз болса, онда баяндаманы тыңдадық. Ориентир ана жерде Астана болып алынып отыр ма эпицентр? Сөйткен себебі мына жерде оңтүстік батыс деп беріліп отыр да, ал біздің отырған жерден біз белгілеп берген жаңа полигонды қазір есептесек отырған жерден солтүстік шығысқа қарай 3 шақырым кетеді. Егер адам біздің отырған жерді есептейтін болса, сіздің ана отырған жерімізді біз қазір отырған жерді есептейтін болса, оңтүстік батысқа болмаса, онда бірліктің біздің ауылымыз тұрып келеді дағы. Оңтүстік батыс қай жақта бізде? Полигон батыс не жақта? Полигон не жақта? Жаңа полигон. Сіз жаңа полигон істірсіз ғой? Действующий айтып отырсыз ба сіз? Жоқ, жаңа полигон. Жаңа полигон бұл жақта жоспарлап солтүстікке қарай жоспарлап отырған. Енді сен былай шықта былай жүр, отырған жерден қой, 3 градус болды. Яғни солтүстік шығысқа 3 градус болды. Ертең сен оңтүстік батысқа документацияға келеді, ана жақта дейді, ана жаққа шығарып салады. Сосын екінші, сізде жаңа жоба жасаған кезде коррекциялық жер ағымы деген бар да. Мысалы, салафан, анау, соның жаңа қазған машина барьерліктен қар топырақ шетіне тастап, сондарын көрсетесіздер ме? Жоқ, мына жерде жаңа мен айтып едім ғой, ол полигонды жаңағы шетінен көміп өртеуге болмайды, ол жерде
анықтауымыз пайдалы жүргізу. Бізге может қате не берген шығар неден. Может қазір исправить етіп қарап тұрмыз. Рахмет. Сіздің де сұрағыңыз болды. Оны тағы тексеріп қараймыз, не аламыз. 2020 жылға арналған қоршаған ортаға инвестицияларда экологиялық құжаттау бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижесі бойынша хаттама жасап, қоршаған ортаға мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасына платформасына орналастыратын болады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Құрметті ауыл тұрғындар, келіп қатысқандарыңызға рахмет. Жаңағы сіз айтқан ұсыныстарды біз ескеріп протоколға жазамыз. Сізге рахмет, келіп тыңдағандарыңызға.